Бүгін біз позиция және жылдамдық жайында өтетін боламыз. Позиция сөзінің мағынасы ол орналасқан жер, локация дегенге келеді. Позицияны түсіндіру үшін санақ жүйесі ретінде осындай бір жолды аламын. Санақ жүйесі дегеніміз қазір түсіндіретін боламын. Ең алдымен санақ нүктесі деп мынау ортасын осы жерден 0 деп алайын. И санақ нүктесі дегеніміз осы 0-ші метр былайша. Және де содан кейін әрбір осындай бірдей арақашықтықта 5 метрден деп алайын. Мына жақ 5, 10 деген секілді барлығын сызып. Бұл бізде санақ жүйесі болды. Санақ жүйесіне денемізді орналастырайық. Осындай бізде көлік бар. Көліктің қазіргі орналасқан бастапқы нүктесі ол 0. Яғни былай айтамыз біз. Көліктің қазіргі позициясы 0. Егер мен көліктің позициясын ауыстыратын болсам, мәселен былай. Көліктің қазіргі позициясы қандай? Ол 15 метр. Көліктің қазіргі позициясы ол 15 метр. Және 10-ға екенін жазуым керек позицияда. Себебі позиция бұл векторлық шама. Және сол үшін үстінен стрелкамен жазамыз x және үстінде стрелкасы болса, бұл позицияны көрсетеді. Сол үшін бұған 10-ға немесе бұлай оң жаққа деп стрелкамен көрсетіп қойсам болады. Бұл бірінші тәсіл бізде позицияны көрсетудің. Немесе мен санақ жүйесіне мына 0-ден бастап бағыт берсем болады. Оңға қарай ол плюс деп алайық, солға қарай минус деп алайық. Ол кезде позицияны мен бұлай көрсететін боламын. Көліктің қазіргі позициясы 15 плюсті жазылмаса да болады кейде, плюс 15 метр. Бұл кезде біз түсінеміз, көлік санақ нүктесінен біз қай жақта плюс деп берейік, сол бағытта 15 метрде орналасқан. Біз позицияны тек қана x бағыты бойынша емес, y, яғни вертикальды сипаттасақ та болады. Осы жерде 0-ші санақ нүктесі деп алсақ, одан жоғарылардың бәрі плюс, төменгілерді минус деп алсақ болады. Және ол кезде біз позицияны y-пен де көрсетсек болады. Енді біз өзіміздің мысалға қайтып келейік. Мәселен, біздің көлігіміз өзінің позициясын 3 секундта 0-ші метрден 15-ші метрге алмастырды, ауыстырды. Осы кезде бізге жаңа ұғым пайда болады. Қаншалықты өзінің позициясын шапшаң ауыстырды деген кезде. Ол бізде жылдамдық деген ұғым. Жылдамдық дегеніміз физикада екі түрлі сипаттама алады. Біріншісі векторлық жылдамдық, екіншісі сызықтық жылдамдық. Сипат екеуін осылай атай берейік. Осылай векторлық және сызықтықты екіге бөлсек болады. Олардың негізгі айырмашылығы формуласында. Векторлық жылдамдықтың формуласы бұл дельта x бөлінген t. Яғни уақыт. Былайша айтқанда позиция ауыстыру шапшаңдығы. Біздің мысалдағы көліктің позиция ауыстыру шапшаңдығы келетін болсақ, 15 метр минус 0 метр. Бұл дельта x дегеніміз айтпақшы, бұл жерде өзгеріс деген мағынаны білдіреді. Соңғысынан бастапқысын азайту, яғни 3 секунд. Бұл жердегі бұның жылдамдығы сонда 5 метр секундына. Яғни әр секунд сайын бұл позициясын 5 метрге ауыстырады. Ал сызықтық жылдамдықтың формуласына келсек, ол v тең болады s бөлу t. Бұл жерде жүрілген жолы қанша? Жүрген жолы 15 метр. 15 метр жүрді. 3 секундтың ішінде. 3 секундта. Жылдамдығы, сызықтық жылдамдығы 5 метр секундына екен. Алайда қазір шатастыру мүмкін. Екінші бір мысалға қарайық. Егер біздің көлігіміз оңға емес, солға қарай жүрген болса, 15-тен 0-ге қарай жүрген болса, оның
сызыктык жылдамдык пен векторлук жылдамдыгын кайтадан тауып көрейик. Бул кезде позициянын өзгөрүүі 0 метр азайтылган 15 метр. Себеби бунун соңку позициясы 0 ғой. Бөлөмүз 3 секундка. Bunun жылдамдыгы канча экен? Векторлук жылдамдыгы -5 метр секундына. Яғни минус бар. Бул эмнени билдирет? Bunun жылдамдыгы сол жакка карай деген багытты көрсөтөт да. Ал сызыктык жылдамдык болсо, бул кезде жүргөн жолу канча эди? Бул кезде 15 метр. Эч кандай багыт жок. 15 метр бөлүнгөн 3 секунд. Onun сызыктык жылдамдыгы әлі де 5 метр секунд. Бұл сол себепті сызыктык жылдамдык векторлук шама, скалярлык шама. Скаляр шама. Ал векторлук жылдамдык аты айтып тургандай векторлук шама болуп табылады. Тағы бір мысалга көз жүгүртсек, мәселен, денемиз А нүктөсүнөн Б нүктөсүнө барды. Кандай жолмен барды? Мәселен, осы жолмен барды. Бул кездеги сызыктык жана векторлук жылдамдыкты тауып көрейик. Эгер мына жолдун узундугу 100 метр болсо, алайда А мен Б'нын арасы айталык 50 метр. Канча убакытта барды? 10 секундта барды дейик. Убакытыбыз 10 секундка тең. Сызыктык жылдамдык неге тең болот? Векторлук жылдамдык бул позициялардын өзгерүүсү ғой. Сол себепті бул мына жерде санак нүктөсү деп алсак 0 метр. Позиция өзгөрүүі 50 метр болот. Бөлүнгөн 10 секунд тең болот. Бул 5 метр секунд. Багыты кайда? Багыты солтүстүк чыгыска. Алайда сызыктык жылдамдык бизде жүргөн жолго байланыштуу болгон себепте 100 метр бөлүнгөн 10 секунд. Яғни 10 метр секундка және эч кандай багыт жок.